Құрметті YouTube көрермен, әңгіме басталмас бұрын каналға жазылып, лайк басып, қолдау білдіріп отырыңыз. Ақ орамалдың астында егіліп жылап отырған Іңкәрға жанындағы құрбысы құлағына сыбырлады. Іңкәр, жыламашы енді. Мәди жақсы көрсе келіп алып кетер еді ғой. Оның сенімен ісі де болған жоқ. Мен өзім телефонмен хабарласып айттым. Бақытты болсын деп телефонды қоя салды ғой. Оған керек емес болсаң, несіне жылайсың? Одан да болашағыңды ойлаш. Менің ағам керемет жан. Оқыған, қызыл дипломы бар, жұмысы да, айлығы да жақсы. Ары қарай Іңкәрдің құлағы ештеңе естіген жоқ. Сене алмай отыр. Мүлде танымайтын бір ғана рет көрген жігітке қалай тұрмысқа шықпақшы? Оның үстіне Мәди деп соққан жүрегі ғашығын іздеп атша тулап, бір орында отыра алар емес. Іштей мүмкін емес дегенмен телефондағы бақытты бол деген хабарламаны қайта-қайта бейне бір әріптері ауысып кеткендей ежіктеп, әр әрпін мұқиятпен оқиды да жүрегі қан жылайды. Осы сәтте есік ашылды да аяғын кербез басып дастан кіріп келді. Өзі келбетті, сұңғақ бойлы, денелі жігіт. Сондықтан да болар жүрген ортасында өзіне сенімді, бойын тік ұстайды. Аздап менмендігі басым жігіт Іңкәр мен Балжанның жанына отырды. «Иә, қыздар, қалайсыңдар?» «Жақсы, өзіңіз қалайсыз?» деді күлімсіреп Балжан. Нағашы ағасы басын изеді де Іңкәрға бұрылып, «Кешеден бері жылап отырсың ғой, мүмкін қоярсың. Уайымдама, мен сені бақыт етемін. Ештеңеден таршылық көрмейсің. Қалағаныңды алып берем. Бар тілегің орындалады», деді салмақты жүзбен. Жалт бұрылған Іңкәр: «Расымен, бар қалауымды орындайсыз ба?» «Иә». «Онда мені жіберіңізші, өтінем сізден». «Кетейінші, жіберіңізші, жалынамын. Менің жігітім бар. Ол білмейді. Білсе келіп алып кетер еді. Мені іздеп жатыр ол». «Іңкәр, ол сенен бас тартты. Өзің көрдің ғой, қайда бармақшысың жаным-ау? Қайта қуансаңшы, қандай керемет, бақуатты отбасыға келін болдың. Енді жегенің алдыңда, жемегенің артыңда, еш уайым жоқ. Рахат өмір ғой сенікі. Шіркін, бізге де осындай жер бұйырса екен», деді күліп. Үнсіз тыңдаған дастан ештеңе деместен шығып кетті. Кешеден бері орамал салушылармен алысып, жылап, нәр татпаған Іңкәр титығы құрып әлсіреп кетті. Амалы жоғынан су сұрады. «Жаным-ау, кешеден бері дастархан жайып, тамақ әкеліп жатыр, өзің қырсығып ішпей отырсың ғой. Қазір мен айтайын, ыстық тамақ алып келеді», деп құрбысы шығып кетті. Іңкәр дереу телефонын алып, сүйіктісіне соңғы рет хабарласуды ойлады. Телефон сөндірулі. Соңғы үміті үзілген Іңкәр сылқ етіп өзін тастай салды. Алып кететін сүйіктісі жоқ. Босаға аттап қойды. Басына орамал салынды. Енді қалмасқа амал жоқ. Ауылда тәрбиеленген қыз босаға аттады, орамал салды деген не мағынаға ие екенін өте жақсы біледі. Кезінде жеңгелері де солай келіп амалсыз қалған. Солар секілді бақытты болып кетермін деп ұқты. Енді кетер болса, қайтып келген атағын алатыны сөзсіз. Бір күн бойы алысып бақты. Ақырында өзі шаршап, үміті үзілді. Сол жерде жүргендердің бәріне жалынып жылады. Дәл бір робот сияқты, ешкім тыңдамайды, өтіп кетеді. Қуғыншылар да келді. Аға жеңгесі, әпке жездесі келді. Ата-анасының айтуымен пәленшенің қызы қайтып келіпті деген ат алып бермей қалсын деген бұйрығын ала келіпті. Демегендеше, конверттегі кешірім пұлды көріп, көңілдері көншіген болатын. Ондай суманы бұрын ешкім кешірімге бермеген. Іңкәр қуғыншылармен жылап көрісті. Кеткісі келетін тек әпкесіне айталды. Бірақ одан да үміт жоқ еді. Ата-анасының бұйрығына қарсы келе алмайды. Қуғыншылар көңілді қайтты. Той өтті. Бір жеттен соң үлкен тойында жасады. Құда күтіп шығарып салды. Бар жоғы 2 аптаның ішінде Іңкәрдің бүкіл тағдыры шешіліп тастады. Бірте-бірте үйренісе бастады. Бір қуанатыны, күйеуі Іңкәрға ешқашан қысым көрсеткен емес. «Өзің дайын болмайынша қолымның ұшын да тигізбеймін» деді.
бір бөлмеде екі бөлек төсекте ұйықтайды. Той өткен соң бұл дұрыс емес екенін сезген Іңкәр амалсыз көнді. Үй тіршілігімен танысып, жан-жақты жинап теріп, кір жуумен күні өтіп жатыр. Үстін-үстін той болған соң үй үнемі шашылып жатады. Үйде алыс туыстарының қызы жүреді екен. Сол көмектеседі. Әңгіме арасында осы үйдің қызметшісі ретінде жұмыс істейтінін айтты. Үй қызметшісін тек кинода көрген Іңкәр таңырқап қалды. Құрбысы айтқандай, жегені алдында, жемегені артында, дәулетті отбасында Іңкәрдің күндері өте берді. Алғашқы бір ай тек той деп, одан қала бере келім-кетім бар деп қатты шаршайтын. Адам аяғы саябырсыған соң Іңкәр мен Дастан бір-бірін дұрыстап танып, әйелі мен күйеу ретінде өмірлерін бастап кетті. Рас, Дастанның мінезі мәз емес. Баршылық өмір сүріп үйренген соң ба, өзін тым жоғары ұстайды. Кербез жүріп тұрады. Кейде Іңкәрға менсінбей қарап, барлығын өз таңдағысы келіп тұрады. Іңкәр ол кезде ренішін білдіріп, бет-жүзің бар демей қойып қалады. Дастан, сен жоқшылық дегенің не екенін білмей өстің. Түсінем, бұл мінез, бірақ адамды олай келе кетуге болмайды. Сен сияқты бай қуатты отбасынан шықпасам да, шүкір тәрбием бар. Адамдардың көңіліне қарап сөйлеуді білемін деді, бұртиып. Мұны тыңдап тұратын Дастан ба, қолын бір сілтеп кетіп қалды. Отбасылық өмірге көндігісіп келе жатқан Іңкәр бәрі түзелер деген оймен үнсіз қалды. Күндер өтіп жатты. Төркінге баратын болып ата-енеден рұқсат алып, жас жұбайлар жолға шықты. Жол бойы Іңкәрдің мазасы кетіп, жүрегі айнып, төркініне әрең жетті. Қыздарын көріп, көзайым болып ата-анасы бәйек болып жүр. Ал Дастан есіктен кіргеннен тыржиып қабағы бір ашылмады. Қайын жұртмен салқын амандасты. Іңкәрді тастап, асығыс жайылған дастарханға қарамай қоштасып шығып кетті. Оған аса мән бере қоймаған үйдегілер Іңкәрді айналшықтап, жағдайын сұрап мәре-сәре болды. Іңкәр әкелген сыйлықтарын үлестірді. Құдағиы беріп жіберіпті. Мына сыйлықтарды көрген үй іші таңырқап қалды. Дәл тойдағы кит секілді. Құдағиға сәлемдеме деген жазуы бар үлкен қоржынды толтырыпты. Анасына бренд сумка, әкесіне норковая шапка, екі сіңілісіне бренд иіссу, інісіне сағат. Анасы ішінен мен не беріп жіберемін енді деп ойлады. Қызым-ау, мұның бәрін неге көтеріп келдің? Қажет емес деп айтпадың ба? Алмақтың да салмағы бар, мен бұлай қайтара алмаймын. Туй, мам, ала беріңізші. Қайтар деп берген жоқ қой, шын көңілмен сыйлық деп берді. Біздің апамыз өзі сондай, қолы ашық кісі. Сонда да Іңкәр төркінде 3-4 күн жатты. Дастан бір хабарласпады. Оны жақсылыққа жорған келіншегі жақсылап демалсын деген шығар деп ойлады. Тұтқаны көтерген Дастанның тілі күрмеліп, дұрыс сөйлей алмай тұрғанын естіген келіншегі уайымдап қалды. Арғы жақтан музыканың қатты дыбысы естілуде. Дастан, қайдасың? Хабарласпадың ғой? Өзің неге хабарласпайсың? Мен төркінде болған соң, қашан қайтасың? Келіп алып кетесің бе? Жоқ, қолым босамайды. Өзің келе бер, деді де тұтқаны қоя салды. Ертеңіне дейін уақытты өткізе алмаған Іңкәр түнімен уайымдап шықты. Таң ата ерте тұрған ол ата-анасымен қоштасып үйіне қайтты. Таксиде отырып, күйеуін ойлай берді. Тағда хабарласып көрсем бе екен, телефонын алған келіншек хабарлама келгенін көрді. Төркінінде тағы біраз бола тұр деген Дастанның хабарламасын оқыды. Қоңырау соғып келе жатқанын айтпақшы. Алло, деп күйеуі ұйқылы ояу жауап берді. Дастан, мен келе жатырмын. Мен саған не дедім? Сонда біраз бола тұр дедім. Үйде ешкім жоқ. Папа мама демалысқа кеткен. Мен жұмыстарымен жүрмін. Мейлі, бола берсін. Үйде боламын ғой. Сен не, сөз ұқпайсың ба? Деген Дастанның даусы қаттырақ шықты. Мен таксидемін ғой. Жарайды, келе бер енді. Осы кезде Іңкәр, сен қашан кетесің деген қызың даусын естіп қалды. Жаныңда біреу бар ма? Кім сөйлеп жатыр? Мен жұмыстамын деп Дастан тұтқаны қоя салды. Іші қылп ете қалған Іңкәр Дастанның ұйқылы ояу қайда жатқанын біле алмай әлек болды.
тағы хабарласып сұраса жанжал туындайтынын жақсы біледі. Сондықтан үйге барып анықтамақшы болды. Жол бойы көңіл күйі болмады. Оның үстіне жүрегінің айнығаны бар. Әйтеуір әупірімдеп жетті үйіне. Ешкім жоқ. Ата-енесі расымен демалыста екен. Дастан да жоқ, тек қызметші қыз ғана жүр. Содан сұрап бәрін анықтап алды. Өзі төркінге кеткеннің ертесіне ата-енесі демалысқа кетіпті. Келетін күндері де жақындап қалыпты. Ал Дастан сол кеткеннен келмегенін айтты. Қызық, сонда қайда қонып жүр? Іңкәр бір сұмдықтың боларын іші сезіп, Дастанға тағы бір хабарласты. Алло, Дастан, мен үйге келдім. Мен саған сонда біраз бол дедім ғой. Бірісі күні ата-апалар келеді екен, соған мен де келейін дегем. Жарайды, кешке барамын, жұмыстамын. Кешке үйге тәлтіректеп келген Дастан келіншегімен амандаспады да. Төсегіне құлай кетті. Өзімен өзі сөйлесіп, біресе күледі, біресе ашуланады. Іңкәр ештеңе деместен жанына келіп киімдерін даққа шешіп дұрыстап жатқызбақшы еді. Тарт қолыңды, деді оқты көзімен қарап. Сұмдық көзқарас Іңкәрдің өңменінен өтіп кетті. Көздері қанталаған Дастанның дәл бір дені сау емес сияқты көрінді. Бейне бір құтырған кейіпке енгендей, қорыққаннан бөлмесінен атып шыққан Іңкәр аяқтары дірілдеп ас үйге кірді. Қызметші қыз ыдыс-аяқ жуып жатыр екен. Айналдырған екеуі ғана ішкен ыдысты тез-ақ жуып тастады. Іңкәрді көріп тосылып тұрып қалған қызметші қыз, жеңге, бірдеңе болды ма? Неге дірілдеп тұрсыз? Жай, ештеңе. Мен су ішейін деп келіп едім. Бірдеңеден қорып қалдыңыз ба? Не ғой, Дастан бір түрлі болып келді. Осы кезде қолындағы майлығы түсіп кеткен қызметші қыз сылқ етіп отыра кетті. Тағы бастапты ғой. Нені бастапты? Менен бірдеңені жасырып жүрсіңдер ме? Ол не? Дастан неге бұлай келді? Жалпы өзің не білесің? Мен Дастанды танымай келдім бұл үйге. Дастан жайлы айтып берші маған. Менен сұрамаңызшы, өтінем. Әпшелер ертең арғы күні келіп қалады. Өздерінен сұраңызшы. Жоқ, сен айтып берші. Дәл қазір мен сенің айтқаныңды айтпаймын. Рас айтам, өтініш айтшы енді. Жарайды, айтармын-ақ, бірақ ол қазір үйде емес пе? Кіріп келсе, мені буындырып-ақ өлтіре салады. Қойшы тегі, өлтіре салатын шыбынғырлы ма едің? Сіз оны білмейсіз ғой. Ол нетіп алған кезде ешкім көзіне көрінбейді. Жасырын жұмақтамай айтшы енді. Тоқта, егер қорқып тұрсаң, мен қазір көріп келейін. Ол ендігісі ұйықтап та қалған шығар. Айтарын айтып алып, бөлмесіне кіре алмай есік алдында тұрған Іңкәр тәуекел деп терең тыныстады да, ақырын есікті ашты. Қорылдап ұйықтап жатқан күйеуін көріп, уф деді де ас үйге қайтты. Ұйықтап жатыр, айта бер. Жеңге, ертең әпкелер келсе білмеген сияқты өздерінен сұраңыз, я? Жарайды дедім ғой, қорықпа. Дастан аға есірткіш егеді. Не? Деп аузын басып көздері шарасынан шыға жаздаған Іңкәр қорқып кетті. Жүрегі дүрсілдеп, аяқтары мұздап кетті. Иә, мектепті жақсы аяқтады. Жоғарғы оқу орнына да өзі кірді. Бірақ сол оқу орнында өзгеріп бастады. Әрине достарының кесірі болды. Алдымен ішіп бастады. Сосын бір күні бір түрлі болып кірді. Көздері қанталап ешкімді танымады. Тоқташы, сонда сен бұрыннан осы үйде істейсің ба? Менің ата-анам осы үйде қызметші еді. Анаммен бірге мен де көп жүретінмін. Кейін анам жасы келген соң тек өзім келетін болдым. Содан кейін ғой бұл отбасын беске білемін. Бәсе, солай десеңші. Содан сол күні қатты жанжал болды үйде. Бірақ Дастан аға ешкімді тыңдамады. Бөлмесіне кіріп алып, музыканы қатты қойып, есікті іліп алды. Ертеңіне әпкелер Дастан аған ешқайда шығармады. Отырып әбден ұрысты. Үнсіз бәрін мақұлдағандай болып еді, бір жетіден соң тағы басталды. Сосын тағы
тағы ары қарай ет үйреніп кетсе керек, тіпті қоя алмайтындай дәрежеге жетті. Содан әпкелер амалсыз ауруханаға жүгінді. Біраз ем алды, жақсы болып шықты. Оқуға да бармай кетіп еді. Әпкеміз ақша беріп қызыл дипломды сатып алды. Басында ең үздік оқушы, ең үздік студент болған соң, соңына дейін солай болып қалсын деп шешті. Оқуын аяқтап жұмысқа тұратын кезде тағы да осындай шу шықты. Біраз үйдегілер алдын алып дереу ауруханаға алып барды. Бұл жолы ұзақ жатты. Себебі есірткі қабылдамай біраз уақыт жүріп, содан көп мөлшерде бірден қабылдаған екен. Жағдайы күрт нашарлаған, сол үшін ұзақ жатып емделді. Ауруханадан шыққан соң үйдегілер Дастан ағаны үйлендіреміз деп шешті. Сол үшін жақсы қыз іздеді. Жақсы қыз жолықса, мүмкін үйленіп, отбасылы болған соң бір жала қойып кетер деп үміттенді. Әкесі ең жақсы жұмысқа орналастырды. Сосын үйге сіз келдіңіз. Бар жағдай осы, деді қызметші қыз күрсініп. Сонда мені алдап керемет отбасы деп, нағаш ағам керемет деп жан құрбым алып келді ме? Мүмкін емес. Иә, құрбыңыз. Жоқ, ол білмейтін шығар. Ол маған мұндай опасыздықты жасамайды да, қаламайды да. Тағы мені айтты деп жүрмеңізші. Сол құрбыңыз күнде келіп әпкелермен ақылдасып, сізді айтып отыратын, алдын ала ұйымдастырған еді. Іші өртеніп кете жаздаған Іңкәр бармағын тістелеп біраз отырды. Қимылдауға қауқары жоқ. Сол күнгі оқиғалар көз алдынан өтіп жатыр. Ап-анық. Құрбысы расымен алдап еді. Іңкәр сол күні түнімен көз ілмеді. Асханада сол отырған жерінде таң атқанша отырды. Ыстық шай ішіп, ойланып ұзақ отырды. Енді не істеймін? Күйеуім нашақор. Миына осы сөз қайта-қайта сигнал болып келе берді. Іштегі әлі бір айда болмаған шаранасын қайтпек. Ең бірінші ойлағаны осы баласы болды. Нашақор еркектен қандай бала туылуы мүмкін? Қорыққаннан неше түрлі ойлар келіп, миына маза берер емес. Таңға жуық қалжырап құлауға шақ қалған келіншек қонақ бөлмеге өтті де, бір жамылғыны жамылып аздап көз шырымын алайын деп жайғасты. Осылай мең-зең 2 күн жүрді. Дастан сол күн-ақ таң азанмен ешкімге айтпай шығып кеткен. Содан үшті-күйлі жоқ. Бүгін ата-енесі келді. Ерте келу керек болған, жұмыстармен тағы бірер күн аялдады. Түске жуық ата-енесі келді. Бар тірлікті қызметші жасап жүр. Іңкәрдің тірлікке қолы барар емес. Сәлем бердім, деп иіліп сәлемін салды да, жағдай сұрасқан болды. Іңкәрдің жүзінен ақ үйде бір сұмдықтың беті ашылғанын сезген енесі асханаға зып берді. Әй, бері қараш, ана біздің бала қайда? Әпке, Дастан аға тағы бастапты. Құлмаңдай, сорлай, деп баласына киген анасы дереу шалына тұра жүгірді. Сыбыр-күбір дыбыстарды естіген Іңкәр, апа, не болып жатыр үйде? Дастан біртүрлі, дені сау адамның қылығын істемейді. 2 күннен бері үйде жоқ. Мен төркінде кезде де үйге мүлде келмепті. Не ғой? Әлгі Дастан біраз сырқаттанып деп, кібіртіктеген кемпірін тыйып тастаған қайынатасы бар шындықты өз аузымен айтып берді. Қашанғы жасырмақсың? Келініне саған білмей қалатындай бөтен біреу ме еді? Шәй ішіп болып үйіне қайтатын. Келін, бізді кешір айналайын. Өз баламыздың тағдырын ойлаймыз деп, біреудің баласын тағдырмен ойнаппыз. Дастанды адам болып кетер деген үмітпен саған үйлендіріп едік. Амал нешік? Ол есірткіге тәуелді. Жылап жіберген Іңкәр. Неге маған басынан айтпадыңыздар? Мен енді Дастанмен қалай өмір сүремін? Мен қорқамын ондай адамнан. Өткендегі қанталаған көзін көргенде шошып қалдым, деп жас келін ақыл-тегіл жылады. Іңкәр, қызым, қоя қойшы күнім. Біз оны емдетеміз. Әлі адам болып кетеді деп, өзінде Іңкәрді де алдаусыратып жатқан ана жүрек іштей қанжылап отыр. Бірақ айтуын айтқанымен өзі де іштей үрейленіп отыр. Қанша рет емдетті, үйлендірді, бәрібір болмай жатыр. Енді қайтпек? Іштен шыққан шұбар жылан жамандыққа бәрібір қимайды. Бірақ Іңкәрға басу айтып, бәрі жақсы болады деп сендірді.
Дастан сол күйі үй бетін көрмегелі бір жеті өтті. Әкесі жан-жақтан іздестіріп жүріп, қала сыртында орналасқан демалыс орнынан тапты. Кіріп барған ол, ес-түссіз жатқан ұлын көріп, бір жағы күйініп, бір жағы айырылып қалам ба деп қорқып дереу алып кетті. Алдымен үйіне алып келді. Содан соң үнемі көмектесетін өздерінің таныс дәрігерлерін үйіне шақырды. Бірақ бұл жолы дәрігер келмеді. Мен енді олай жасай алмаймын. Ренжімеңіз, жасырын түрде емдей алмаймын. Заңды түрде ауруханаға жатқызыңыз деді. Бұған дейін үнемі жасырын емделген екен. Амалсыз көнген ата-анасы Дастанды ауруханаға алып барды. Бұл жолы ұзақ жатты. 2 ай ем алды. Организмді тазалап қанға өтіп кетпегеніне шүкір деді. Бұл кезде Іңкәр бет-жүзі толысып, әдемі келіншек болған еді. Аяғы ауыр болған жақты мекен әйтеуір жүзі нұр шашып тұрды. Күйеуінің де емделіп жатқаны бір үміт сыйлады. Бүгін тексеріліске барады. Енесі де қызығып бірге барайық деді. Екеуі бірге келіп Удыз аппаратына түсті. Бірақ қорытынды мәз емес еді. Экраннан бас алмай қарап отырған дәрігер көңілсіз Іңкәрге бұрылды. Нешіншің? Біріншім. Күйеуің қайда? Ол қазір қалада емес, басқа жақта еді жұмыстармен. Не жұмыс жасайды? Кібіртіктеп қалған келіншек не айтарын білмей, оның өзінің жеке бизнесі бар деді. Сізге қазір бір нәрсе айтамын, тек уайымдамаңыз. Жарай ма? Ол не? Баланы алдырмасаңыз болмайды. Кішкентай кезінде алдырып тастау керек өзіңіз үшін. Жоқ, мен алдыруға келген жоқпын, деді Іңкәр, түсініңкіремей. Мені түсініңіз, сізге де дені сау бала керек қой. Баланың бет-әлпеті, аяқ-қол дұрыс емес. Генетика анализ тапсырдыңыз ба? Анализден-ақ сізге айтуы керек еді. Сонда қалай? Дұрыс емес дегені қалай сонда? Деген Іңкәр көзі жәутеңдеп дәрігерге қарады. Әдетте анасы немесе әкесінің денсаулығы дұрыс болмағанда баланың да дені сау туылмайды. Сол үшін күйеуіңізді сұрадым. Өзіңіз жап-жақсы келіншек сияқтысыз. Есік алдында отырған енесі атып тұрды. Не дейді? Жағдайы жақсы ма? Бәрі жақсы ма екен деп келініне күлімдей қарады. Апа, басқа дәрігерге барайықшы. Мына кісі маған ұнамады. Неге? Не дейді? Тыныштық па? Деген енесі Іңкәрдің жүзінен ақ бірдеңенің болғанын сезді. Білмедім. Әйтеуір маған ұнамады. Үйге кеткім келіп тұр. Ертең басқа дәрігерге барамыз, апа. Жарай ма? Жарайды. Екеуі үйге келгенше үн-түнсіз келді. Көлік ішінде де екеуі ой үстінде отырды. Үйіне келіп бөлмесіне кірген Іңкәр төсегіне құлай кетті. Неше түрлі ойлар маза берер емес. Ішін сипалап қояды. Кешірші мені құлыным. Сен туралы оттаған әңгіме айтып жатыр. Ертең дені дұрыс дәрігерге барамыз, я? Өз-өзімен сөйлесіп отырғанда бөлмесінің есігі қағылды. Іңкәр ау деп орамалын тақты да бөлмеден шықты. Қараса, қарсы алдында Дастан тұр. Бұлар дәрігерге көрінуге кеткенде қайнатасы барып Дастанды алып келіпті. Жағдайы жақсы, баяғыдай көздері ойнақы емес. Ойлы көз қарасынан ақ өзгергенін аңғарады кісі. Мойнына асыла кеткен келіншегі еңкілдеп жылап жіберді. Біресе күйеуінің адам болып келгенде қуанса, біресе балапаны жайлы естіген әңгіме есіне түсіп қорқады. Кешірші мені, Іңкәр. Жарайды, бастысы отбасымызды сақтайықшы. Барлығы кешкі асқа отырды. Дастарханда мерекелік кеш секілдетіп дайындапты. Үйдегі көмекші қыздың жасағаны белгілі. Себебі Іңкәр күнімен көңілсіз сәбиін ойлаумен жүрді. Айтпақшы, Іңкәр, ертең қай дәрігерге барасың? Мен де бірге барайын ба? Әлде өзің бара бересің бе? Мен интернеттен тауып қойдым, бірге барайық, апа. Қандай дәрігер? Сендер бүгін бармадыңдар ма? Басқа дәріге көрінетін болдық. Бүгінгі дәрігер ұнамады деп енесі өзінің атынан сөйледі. Іңкәр, бір жерің мазалап жүрме? Келгелі бері үнсіз жүрген Дастан әңгімеге енді араласты. Жоқ, еш жерім ауырмайды. Баланың жағдайын білейін дегенбіз. Сенің аяғың ауыр ма еді? Иә. О, бәсе, неге ерекше дастархан деймін? Құтты болсын деп Іңкәрдің қолынан қысты.
Негізі саған алдында айтып едім ғой, бірақ мән бермегенсің. Өткенді қозғамайықшы, өтініш. Жарайды. Бұл дастархан сенің келу құрметіңе ғой, Дастан, деді Іңкәр. Ертеңіне енесімен бірге басқа дәрігерге келді. Бұл жолы кабинетке енесі бірге кірді. Аппаратқа түсіріп, баланың денсаулығын көрген дәрігер біраз үнсіз отырды да келіншекке бұрылды. Қалай десем екен, бала дамымаған, срогына сай емес, және бет әлпеті мен аяқ қолында кінәрат бар. Неге? Бәрі менің балама қадалып қалды, деп ашуланған Іңкәр орнынан атып тұрды. Түсініңіз, баланы өмірге әкелем десеңіз, босанып қолыңызға алғанда қатты өкінесіз. Сол үшін жоқ, алдырмаймын. Есіктен Іңкәрдің шығып кеткен күткен енесі терең дем алды да дәрігерге бұрылды. Не мәселе, дәрігер? Маған айтыңызшы. Сіз қайненесіз бе? Иә, менің келінім. Тыңдаңыз, баланың денсаулығында кінәрат бар. Әдетте ата-анасының денсаулығы дұрыс болмаса, немесе генде осындай ерекшелік болса, балаға міндетті түрде өтеді. Сонда қалай? Түсіндіріп айтыңызшы. Бұлай ғой, баланың бет жүзі көріксіз, аяқ қолы бүтін емес болып туылады. Сол үшін баланы алдыру керек. Бұл анық па? Иә, қазір заман дамыған, аппараттарымыз соңғы үлгідегі. Сенімсіз болсаңыз анализ тапсырыңыздар. Түсінікті, рахмет, деп есікке беттеген енесі Іңкәрді іздеп көзбен жан-жақты бір шолып өтті. Көрінбейді. Жалғыз өзі үйге қайтты. Келіннен емес, барлық бәле өз баласынан болып тұрған анық сезген енесі жол бойы жанары суланып келді. Үйге келсе, келіні әлі келе қоймапты. Кешке дейін күткен ол, соңында қоңырау шалды. Тұтқаны көтермейді. Енесі енді шындап қорқайын деді. Бұл қайда жүр? Бірдеңеге ұрынып қалмаса жарар еді. Осы мезетте есіктен Іңкәр кіріп келді. Жүзі боп-боз болып кетіпті. Қайда жүрсің, Іңкәр-ау? Сені уайымдадым ғой. Апа, мен баланы алдыртып тастадым, деді де бөлмесіне беттеді. Әлсіреп тұрғаны көрініп тұр. Үнсіз көнген енесі ашулана да алмады. Не деп ашуланады? Кімге ашуланады? Бәрі айдан анық емес пе? Іңкәр бөлмеге кірсе, Дастан төсегінде жатыр екен. Дастан, мен баланы алдыртып келдім. Не? Есің дұрыс па? Неге? Баланың дені сау емес, деді. Кім айтты? Дәрігер. Солар айтса, солай болып қалады ма екен? Олар әлі туылмаған баланың денсаулығын қалай біледі? Оттапты. Сенің есірткіңнің кесірінен баламыздың аяқ қолы бүтін емес. Бет әлпеті құбыжық секілді. Сенің кесіріңнен. Сене оттап отырсың. Есірткі қолдансам өзім үшін. Кетсе, өз денсаулығым кетті. Балама не қатысы бар, деп Дастан атып тұрды. Оқты көзімен қараған көзқарасы Іңкәрді селк еткізді. Өмірінде басынан сөз асырмаған маңғаз күйеуі қайта оралғандай болды. Не, өтірік пе? Кез келген дәрігерден сұра. Көзің ашық қой, интернетке кіріп іздеп көр, нашақордан қандай бала туылатынын, деп Іңкәрда бой бермеді. Шыдап тұра алмаған Дастан жұдырығымен басынан салып қалды. Теріс қарап тұрған Іңкәрдің дәл мойнына тигені сол, сұлайып құлады. Өзі онсыз әлсіреп тұрған еді. Есінен танып қалды. Дастан ешкімге ештеңе білдірместен келіншегін көтеріп төсегіне жатқызды да ашуын баса алмай сыртқа шықты. Артынан анасы бірге шықты. Қайда шықтың, балам? Өзің келгенін кеше ғой. Қорықпашы, мам, ешқайда бармаймын, дүкеннен сусын алып ішемін әшейін. Сусын үйде де толып тұр емес пе? Ешкімді тыңдамастан қақпаға бет алған ұлының артынан қарап тұрған анасы қорқып тұр. Іңкәрмен сөйлесейін деп бөлмесінің есігін қағып еді, тым-тырыс. Ақырын ашып көрсе, келіні төсегінде теріс бұрылып жатыр екен. Ұйықтап жатыр екен ғой, деген енесі ақырын есігін жауып шығып кетті. Түн болды. Дастан әлі жоқ. Анасы жүрегі бірдеңе сезгендей күйеуіне хабарласып жағдайды айтты. Жұмыстан келе жатып іздестіріп көремін, деді. Іңкәр енді ғана есін жиып орнынан тұрды. Басы меңзең болып ауырып тұр.
Бағанағы жайт есіне түсіп кетті. Бөлмеде Дастан жоқ. Бөлмеден шығып ас үйге беттеді. Енесі қарсы алдынан кезікті. Апа, Дастан қайда? Сол білмей отырмын. Бағана сен келгенде шығып кетіп еді. Оған баланы алдырғанымды айтып едім, ашуланып шыға келді. Себебін айтсам түсінер емес, жұдырығын ала жүгірді. Есімнен танып қалыппын, қазір тұрдым. Не дейді Құдай? Сен ұрды ма? Қолың сыңғыр. Иә, мойныма тиді. Басым меңзең. Иттің ғана баласы. Қазір әкесі іздеп жатыр. Алып келеді, өзім сөйлесем онымен. Бұл жолы енесі шынымен ашуланды. Өзінің не білдіріп жүргенімен жұмысы жоқ, қатынына қол көтерет оңбаған деп өзімен өзі күйіп пісіп ашуланды. Әкесі таңға дейін Дастанды іздеп таппай қайтып келді. Үй ішінде кең тыныштық орнаған. Мүлгіген қала, бәрі ұйқыда. Тек Дастанның отбасы ғана ояу. Әрқайсының ішінде бір ой бар, бір қорқыныш бар. Таң ата бұл үнсіздікті Дастанның ақыл қата кіріп келген даусы бұзып жіберді. Өзі өлесі мас, аяғынан тік тұра алмайды. Сүйретіле басып есіктен кірді. Ашуы шегіне жеткен әкесі орнынан атып тұрды. Сен қайда жүрсің, а? Бүкіл қаланы аралап іздеп шыққанымды білесің бе өзің? Неге? Мен жүрмін ғой, көшеде қыдырып, деді ыржиып Дастан. Сен неге сөз ұқпайтын адамсың? Енді арақ ішуді бастадың ба? Іштім, шектім, не бопты ал? Кімнен рұқсат алуым керек еді? Оңбаған адам болмайды бұл, деп шапалақпен салып қалды. Есін жия алмай, міңгірлеп тұрған Дастанның көзінен оты жарқ ете қалды. Әкесіне қанталаған көзімен атыла қараған ол, неге ұрасың мені, деді. Оттамай бар бөлмеңе. Неге ұрасың дедім мен саған, деп әкесінің жағасына жармаса кетті. Әкесі бар күшімен итеріп жіберді. Табалдырыққа оңбай құлаған баласы қайта тұруға әлі келмей, тәлтіректеп әрең тұрды. Әкесі сүйреп әкеліп төсегіне тастады да, есікті сыртынан кілттеп тастады. Жатсын, өзіне келгенше. Хайуан құрлы шоқ, адам болмайды бұл. Қара мұны, әкесінің жағасына жармасуын, деп кейіді. Анасы үндемеді. Ол да баласының тірлігіне күйініп кетті. Қайтсек адам болады бұл. Бәрін жасадық қой, емдеттік те, үйлендірдік те, жұмысқа да тұрғыздық. Адам болмайды бұл. Бекерге бізді сорлатқаннан басқа. Келіннің де обалына қалды деп жүрсек, енді немереміздің де обалына қалды. Оның қаны осы хайуанның мойнында, деді әкесі көңілі түсіп. Іңкәр бөлмесіне кіруге қорқып тұр. Тағы да қонақ бөлмеге беттеді. Осылай күндер өтіп жатты. Дастанда өзгеріс жоқ. Баяғыдай тек шегіп емес, қазір ішіп те келеді. Аузы арақтан босамайтын болған. Іңкәр шыдай алмай, ата-анасын шақырып, бүкіл заттарын жинап кетіп тынды. Ата енесі қал деп айта алмады. Қалай айтады? Кеткені де дұрыс шығар. Бір ауыз кешірім сұрады да, саған ризамын деп шығарып салды. Үйіне келген соң да біраз күн іңкәр қысылып, көрші қолаң тума-туыстан ұялып жүрді. 3 күннен соң көргеде үйренесің демей ме? 1-2 апта өткен соң іңкәрдің де бойы үйрене бастады. Үй тірлігіне араласып, өмірі бірте-бірте қалыпқа түсе бастады. Ата-анасы ауылға дипломмен жұмысқа тұрғызайын деп еді, іңкәр көнбеді. Қалаға барып жұмыс жасаймын деді. Бірақ әкесі бір шартпен ғана рұқсат берді. Кем дегенде 1 жыл үйде боласың, деді. Осылайша іңкәрдің үйінде күндері өте берді. Заңды түрде ажырасуға да арыз тастады. Ойлап қараса, тұрмыста болғанына жылда болмапты. Бірақ ондай күйеуден ерте құтылғанына өзі де қуанды. Шын жақсы көріп, араларында махаббат болып үйленбеген соң ба, кім білсін, күйеуіне деген қимастық сезім деген де болмады. Сол кеткеннен соң қайын жұртынан мүлде хабар болмады. Кейде есіне түссе ойланып қалады. Дастан сорлы ата-анасын зар қақсатып жүрмеген, әлде адам болды ма екен? Үйленіп, тағы да бір қыздың обалына қалды ма екен? Іңкәр қаладан жұмыс тапты. Баяғы бірге оқыған курстастары жұмыс ұсынды. Ата-анасының рұқсатын алып, қалаға аттанды. Қалаға келіп, жеке пәтер жалдады. Биыл оқуды аяқтайтын сіңілісі бар. Бұйырса оқуға түссе бірге тұрады.
ұзақ мерзімге келісіп, ішін жөндеуден өткізді. Жаңа өмір бастап, жұмысқа тұрып, бәрін басынан бастаймын деп шешті. Ендігі өмірімді ата-анам мен бауырларыма арнаймын. Бар көмегімді аямаймын деп шешті. 1 жыл жалғыз тұрды. Өмірі еш өзгеріссіз өтіп жатты. Жұмысына барады, келеді. Күнде үй ішімен телефон арқылы сөйлесіп тұрады. Биыл сіңілісі оқуға келеді. Соған қуанып жүр. Жұмысында да қырын көрсетіп жүрген жігіттер болған. Бірақ іңкәр үнемі тыйып тастайды. Тіпті әзілдескенді де ұнатпайды. Жазғы демалыста да ауылға қайтпай 3 ай дүкенде сатушылық жұмыс жасады. Осы уақытта әжептәуір қаржы жасап алды. Осылай бірте-бірте саудаға үйрене бастады. Жаздың соңғы күндері ауылына барып 1 жеті демалды да сіңілісін алып қалаға келді. Оқуға жайғастырып, өзі жұмысына кірісті. Қосымша саудамен де айналысты. Bir күні жаңа товар келіп, соны қабылдап алуға сіңілісімен бірге таң ата складқа келді. Құжынаған адам, барлығы саудагерлер. Кенет зыңғырлап күлген таныс дауысты естіп, жалт бұрылды. Иә, таныс. Әлі түннің қараңғылығы жойыла қоймаған, жүзі шырмалып дұрыс көрінбеді. Енді таң бозарып атып келеді. Жаңағы таныс даусы маза берер емес. Кім екен деп жалтақтап қарай берді. Өтірік заттарын іздеген болып, дауыс шыққан жаққа беттеді. Олар да саудагерлер екен. Заттарын көліктеріне тиеп жатыр. Бағанағы әйел даусының иесін емес, мүлде басқа жанды кезіктірем деп ойламаған іңкәр көзін алмай қарап тұрып қалды. Қарсы алдында баяғы құлай сүйген жігіті тұр. Ол да көлігінің жанында іңкәрге қарап қатып қалды. Артынан зат көтерген бағанағы дауыс иесі келді. Жаным, болсаңшы тезірек, қайттық. Не болды, тыныштық па? Деп іңкәрге бұрылған баяғы құрбысы екі беті оттай болып қызарып кетті. Ой, сәлем іңкәр, қалың қалай? Жақсы, шүкір, өзің қалайсың? Иә, ақырындап сол. Біз негізі саудамен айналысатын едік. Көрініп тұр, саудамен айналысатындарың. Не ғой, мен асығыс едім. Жарайды, кейін бір сөйлесіп отырармыз. Ал жақсы, сау болыңдар деген іңкәр бойын тік ұстап, білдірмей бұрылып кетті де, жанарынан домалаған жасын сүртіп, сіңілісімен бірге заттарын алып үйіне қайтты. Сол жерде қалған әйелі мен күйеуі бір-біріне сөйлеместен көліктеріне отырды да жүріп кетті. Көлік ішінде бар жағдайды егжей-тегжейлі сұраған күйеуіне өтірік айта алмай барлығын мойындады. Кезінде іңкәрді алдап, нағашысына алып келгенде, оны жігітіне басқаша бұрып жеткізгенде, іңкәрді жаман атты қылып көрсеткенде, жігітінің көңілін қалдырған да, әйелінің ойластырған ісі болып шықты. Араға 1-2 ай салып құрбысының жігітін өзі іздеп тауып айналшықтап, қылымсый күліп жүріп, ақыры жүрегін жаулап үлгерген екен. Қазір міне отау құрып, бақытты күн кешіп жүргенін іңкәрдің өзі де көрді. Сол үйіне жеткенше құрбысына лағнет айтып, кешірмеймін сені, деп іштей жек көріп келді. Тіпті бұған баяғы сүйгенінде кінәлады. Бірақ бұдан не пайда? Өткені өтті, тағдырға жазғаны осы болса, қашып қайда барады? Енді олар бірге бақытты, отбасын құрған. Бірақ бәрібір ішінен сендерге бақыт тілге алмаймын деген ол көзіндегі жасын сүртіп, төсегіне құлай кетті. Әңгіменің соңы. Әңгіме ұнаса, пікір жазып, қолдау білдіруді ұмытпаңыз.